Ассалаумағалейкум канал көрермендері. Мына біздің шылаушын бортымыздан 1 квадрат метр шылаушынды қазір Талғат ағамыз алып жатыр Түркістан қаласынан. Құдай қаласа Алла берекесін берсін дейміз Талғат ағамызға. Талғат аға, шылаушын тығыздығы қалай екен? Басқа жақтарды көрдіңіздер ма? Көрдік қой, жол астына барып көрдік. Салыстырғанда ұнады ма шылаушындар енді? Енді ояқтың шылаушаны майда болды бізге. Әрі болды. Тығыздығы қалай екен тығыздығы? Жақсы. Алла берекесін берсін. Міне осы Талғат ағамыздан бір занен ешкісін алдық. Занен ешкісі алдын ала жіберіп қойған тұғын. Қазір оны да салатын боламыз. Сол келіңіздер, алатын болсаңыздар, жақсы тығыздықта шылаушындар бар. Келіңіздер, мына жердің барлығында жеткілікті. Одан бөлек ауылдағы да борттарымыз да жеткілікті. Ассалаумағалейкум канал көрермендері. Аллахтың қалауымен бүгін бисмиллах деп 1 квадрат метр шылаушынымызды осы Түркістан қаласында асыл тұқымды ешкі асырайтын Талғат ағамызға осы ешкіге айырбастадық. 1 квадрат метр шылаушынға осы занен ешкісін қазір сауып аламыз. Мойында түймешелерімен әдемі жақсы ешкі, күйі жақсы. Осы ешкіге 1 квадрат метр шылаушын ауыстырдық. Талғат ағамызға Аллах берекесін берсін дейміз. Ерте төлдеген ешкі, қазір сүті азаю сәті. Сіздерге де айта кетейін, бізде осы шылаушынға 4 түрлік малдың кез келгеніне айырбас жасауға болады. Сонымен қатар көлікке де айырбас жасауға болады. Баршамызда енді қаржылық мәселесі қиындау болғандықтан, сонымен сіздерге сондай варианттарды ұсынамыз. Баршаңыздың жағдайларыңызға да қарай білеміз, өзімізді де қарапайым шаруамыз. Қолдарыңыздан келгенше ала беріңіздер. Қашан неғұрлым ерте бастасаңыздар, өздеріңізге жақсы. Ана Азеке, қандай екен біздің шылаушындар? Азекеңде қазір қызығып келіп отыр. Ең асты алынған жердің ең астының өзі осындай. Астына шейін осындай біздің шылаушындар. Астына шейін міне қаптап жүр. Ең асты шылаушынды қазып алған рядкінің ең астарының өзінде шылаушын деген қаулап тұр міне. Қалай Азеке, ұнады ма сізге біздікі? Зор. Құдай қаласа бізді келерміз. Аллах берекесін берсін.